кейбір ата-аналар мына кішкентай бала шағасына білмейді ғой деп, балам, былай істеп кел, оны істеп келсең мынаны алып беремін. Балам, мынаны істесең мынаны істеп беремін. Мынаны істесең мынаны істеп беремін дейді. Ол бала кішкене ұмытып кетеді деп ойлайды да. Ол ұмытып кетеді деп ойлайды. Болды, балаға ғой енді айттық, уәде бердік, болса болады, болмаса болмайды деп ойлайды. Бірақ бала ұмытып кеткенімен, бала мән бермегенімен, оны Алла тағала ұмытпайды екен. Бір күні бір сахих хадисте келеді. Бір кісі айтады, пайғамбар саллаллаху үйге келіп қалды дейді, қонақ болып. Соны мен ойнауға кетіп бара жатыр едім дейді, кішкентай балам дейді, ойнауға кетіп бара жатыр едім. Анашым айтты дейді, ей балам бер кел, бір нәрсе беремін деп айтты дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху оған қарап тұрып айтты дейді, не бергің келді бұл балаға деп айтты дейді. Сонда ол айтты дейді, құрма бермекші едім деп. Сонда пайғамбар саллаллаху айтты дейді, егер сен оған беремін деп тұрып жаңағы нәрсеңді бермегеніңде, онда сыйлығыңды бермегеніңде, онда Алла тағаланың алдында сен бір өтірік айтты деп жазылатын еді дегенде. Сондықтан да балаңызға былай істей саламын, үйтемін, анау қыламын, мынау қыламын деп уәде берген кезде, ол ұмытып кетеді ғой, бір кішкентай ғой, балалық қылады ғой десеңіз, сіз те қателесесіз. Алла тағала ешқашан ұмытпайды. Алла амандық берсін.